Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып математика пәні 43-ші сабақ. Өзіңді тексер, қайталау сабағы. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Сандарды салыстыр. 6 мен 8 санын салыстыратын болсақ, әрине 8 саны бізде артық екен. 6 ондық, 6 бірлік. 6 ондығымызда 60, 6 бірлікте 6 саны бар. Демек, 6 ондық бізде артық. 8 ондық, 8 жүздік. 8 ондығымызда 80, 8 жүздігімізде 800 саны бар. Демек, 8 жүздік бізде артық екен. 60 пен 80 сандарын салыстыратын болсақ, әрине 80 саны артық. 60 ондық, 6 жүздік. 60 ондығымыз 600-ге, 6 жүздігіміз де 600-ге тең. Демек, екеуі тең болады. 800 пен 600 санын салыстыратын болсақ, әрине 800 саны бізде артық екен. Келесі екінші тапсырмаға қараймыз. Есептеуді баған түрінде орында. Мұнда 63 пен 27 сандарының қосындысы, 100 пен 38 сандарының айырмасы берілген. Ал енді оларды баған түрінде есептеп көрейік. 63-ке 27-ні қосатын болсақ, бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазамыз. Бірінші бірлікке бірлікті қосамыз. 3-ке 7-ні қоссақ 10 болады. 10-ның нөлін бірліктердің астына жазамыз да, бір ондықты ойға қоямыз. 6-ға 2-ні қоссақ 8, ойдағы бір ондықпен 9 болады. Демек, қосындының мәні 90-ға тең екен. 100-ден 38-ді азайтамыз. Азайғыштың бірлігінен азайтқыштың бірлігін азайтамыз. 0 8-ден кіші болғандықтан бір жүздіктің бір ондығынан 8-ді азайтамыз. Бір ондық дегеніміз бұл 10-ға тең, 10-нан 8-ді азайтсақ 2 қалады. Ал енді бір жүздіктің бір ондығын бірліктерге жұмсағандықтан мұнда 9 қалды, 9-дан 3-ді азайтсақ 6 қалады. Айырманың мәні 62-ге тең екен. Ал енді үшінші тапсырмаға қараймыз. Асы, өрнектердің мәнін тап. Жақша ішінде 100 азайту 25, жақша жабылған азайту 35. Балалар, мұнда бірінші жақша іші орындалады. 100-ден 25-ті азайтсақ 75, 75-тен 35-ті азайтсақ 40 қалады. 60 қосылған жақша ішінде 12 қосу 18. Мұнда да бірінші жақша іші орындалады. 12-ге 18-ті қоссақ 30 болады. 60-ға 30-ды қоссақ 90 болады. Жақша ішінде 13 қосылған 17, жақша жабылған азайту, жақша ішінде 24 азайту 4. Мұнда да бірінші жақша іші орындалады. 13-ке 17-ні қоссақ 30, 24-тен 4-ті азайтсақ 20 қалады. 30-дан 20-ны азайтсақ 10 қалады екен. Келесі, жақша ішінде 70 қосылған 20, жақша жабылған азайту, жақша ішінде 15 қосылған 25. Мұнда да бірінші жақша іші орындалады. 70-ке 20-ны қоссақ 90, 15-ке 25-ті қоссақ 40, 90-нан 40-ты азайтсақ 50 қалады екен. Ал енді ә тапсырмасына қараймыз. Мысалдарды шығар. Жақша ішінде 600 қосылған 300, жақша жабылған азайту 500. 600-ге 300-ді қоссақ 900 болады. 900-ден 500 азайтсақ 400 қалады. Келесі, жақша ішінде 62 ондық, азайту 10 ондық. Жақша жабылған азайту 22 ондық. Бірінші жақша іші орындалады. 62 ондықтан 10 ондықты азайтсақ 52 ондық қалады. Одан 22 ондықты азайтсақ 30 ондық қалады екен. Ал енді төртінші тапсырмаға қараймыз. Баған түрінде қате жазылған мысалдарды түзетіп жаз, оларды шығар. Бірінші мысалға қарайық. 38 қосылған 42. Мұнда мысалдар баған түрінде қате жазылмаған, бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық жазылған. Екінші мысалға қарайтын болсақ та қате жазылмаған, себебі бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық жазылған. Келесі мысалға қарайтын болсақ, 100-ден 65-ті азайтқанда ондықтың астына бірлікті, жүздіктің астына ондықты жазған. Яғни бұл мысал баған түрінде қате жазылған екен. Келесі, 100-ден 54 санын азайтқанда да дәл солай, ондықтың астына бірлікті, жүздіктің астына ондықты жазып қойған. Келесі, 47 қосылған 23 санында бірліктің астына ондықты жазып қойған. Демек, бұл да қате жазылған екен. Ал енді осы қателерді түзетіп, мысалдарды шығарайық. 38 қосылған 42. Бірлікке бірлікті қосатын болсақ, 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады. 10-ның нөлін жазып, бір ондық ойда, 3-ке 4-ті қоссақ 7, ойдағы бір ондықпен 8. Қосындының мәні 80-ге тең. 57 қосылған 36. 7-ге 6-ны қоссақ 13 болады. 3-ті бірліктердің астына жазамыз да, бір ондықты ойға сақтаймыз. 5-ге 3-ті қоссақ 8, ойдағы бір ондықпен 9. Қосындының мәні 93-ге тең екен. Келесі, 100-ден 65 санын азайтамыз. Бірліктен бірлікті азайтамыз. Бізде 0 5-тен кіші болғандықтан бір жүздіктің бір ондығынан 5-ті азайтамыз. Бір ондық бізде 10-ға тең, 10-нан 5-ті алсақ 5 қалады. Мына жерде біз бір ондықты бірліктерге жұмсағандықтан 9 қалды. 9-дан 6-ны азайтсақ 3 қалады. Демек, айырманың мәні 35-ке тең екен. Келесі, 100-ден 54 санын азайтамыз. Бірліктен бірлікті азайтқанда мұнда 0
4-тен кіші, сондықтан бір жүздіктің бір ондығынан 4-ті азайтамыз. Бір ондық бізде 10-ға тең, 10-нан 4-ті азайтсақ 6 қалады. Бір жүздіктің бір ондығын бірліктерге жұмсадық, сондықтан мұнда 9 ондық қалды. 9-дан 5-ті азайтсақ 4 қалады. Айырманың мәні 46-ға тең екен. Келесі 47 мен 23 сандарының қосындысы. 7-ге 3-ті қоссақ 10 болады. 0-ді бірліктердің астына жазамыз да бір ондықты ойға аламыз. 4-ке 2-ні қоссақ 6, ойдағы бір ондық пен 7. Қосындының мәні 70-ге тең. Ә тапсырмасы бос орынға тиісті санды қой. Мұнда баған түрінде берілген есептердің бос орнына тиісті санды қоюымыз қажет. 3-ке 7-ні қоссақ 10 болады. 10-ның 0-ін жазып, бірліктердің астына 1-ін ойға қоямыз. Мұнда 10 шығуы үшін, яғни 2-ге 7-ні қоссақ 9 болады. Ойдағы 1 мен 10 болады. Демек, мұнда бос орынға 7 санын қояды екенбіз. Келесі 3 шығуы үшін біз 9-дан 6-ны аламыз, 3 шығады, ал 4 шығу үшін 8-ден 4-ті азайтамыз. Демек, 89 азайту 46 тең 43 болады екен. Келесі 51 қосылған 25. Мұнда 6 шығу үшін 5-ке 1-ді қосамыз, 6 болады, 7 шығу үшін 2-ге 5-ті қосамыз. Демек, бізде бос орынға 51 саны болады екен. Келесі 100-ден 56-ны азайтамыз. Мұнда 0 6-дан кіші болғандықтан бір жүздіктің бір ондығынан 6-ны азайтамыз. 4 қалады. Мұнда 9 қалды. 9-дан 5 азайсақ 4 қалады. Демек, бос орындарға 0-0 сандарын қояды екенбіз. Ал енді 5-ші тапсырмаға қараймыз. Санды және әріпті өрнектер құр, олардың мәнін тап дейді. Асы 80 мен 26-ның айырмасынан 18-ді азайту дейді. 80 мен 26-ның айырмасынан 18-ді азайту. Біз өрнекті жаздық, енді оның мәнін табуымыз керек. 80-нен 26-ны азайтсақ 54 қалады. 54-тен 18-ді азайтсақ 36 қалады екен. Ал енді әсіне қараймыз. 65-тен 32 мен с-ның айырмасын азайту, мұндағы с 19-ға тең дейді. 65-тен 32 мен с-ның айырмасын азайту, мұндағы с 19-ға тең екен. Ал енді мына с-ның орнына біз 19-ды қойып өрнек құрастыруымыз керек. 65 азайту жақша ішінде, 32 азайту 19. Бірінші жақша іші орындалады. 32-ден 19-ды азайтсақ 13 қалады. 65-тен 13-ді азайтсақ 52 қалады екен. 6-шы тапсырма. Өрнектерді салыстыр. 38 азайту 16, 19 қосылған 26. 38-ден 16-ны азайтсақ 22, 19-ға 26-ны қоссақ 45 шығады. Демек, 19 қосу 26 өрнегі артық. 69 азайту 31, 80 азайту 56. 69-дан 38-ді азайтсақ 31 қалады. 80-нен 56-ны азайтсақ 24 қалады. 69 азайту 38 өрнегі артық екен. 54 қосылған 36, 100 азайту 18. 54-ке 36-ны қоссақ 90 болады. 100-ден 18-ді азайтсақ 82 қалады. Демек, 54 қосу 36 өрнегі артық екен. 90 азайту 54, 23 қосу 39. 90-нан 54-ті азайтсақ 36 қалады. 23-ке 39-ды қоссақ 62 болады. Демек, 23 қосу 39 өрнегі артық болып тұр екен. 7-ші тапсырмаға қараймыз. Асы заңдылық қай жерде бұзылған, қатені түзетіп, дәптерге өрнектер тізбегін көшіріп жаз дейді. Мұнда 1000 азайту 200, 900 азайту 200, 800 азайту 200, 700 азайту 100, 600 азайту 200 деп тұр. Мұндағы заңдылық азайғыш 100 санына азайып отырған, ал азайтқыш өзгеріссіз қалған. Ал мұнда заңдылық 700 азайту 100 өрнегінде бұзылған. Себебі 700 азайту 200 болу керек. Заңдылық осы жерден бұзылған. Ал енді біз ол заңдылықты түзетіп жазайық. 1000 азайту 200, 900 азайту 200, 800 азайту 200, 700 азайту 200, 600 азайту 200. Мұндағы заңдылық азайғыш 100 санына кеміп отырған екен. Ал енді әсіне қараймыз. Қандай заңдылықты байқадың? Өрнектер тізбегін толықтырып жаз дейді. 60 қосу 40, азайту 10. 60 қосу 30, азайту 20. 60 қосу 10, азайту 40. Балалар, мұндағы заңдылық екінші қосылғышқа, қосылғыш 10 санына азайып отырғанда, ал азайтқыш 10 санына арттырып отырған. Демек, бізде мынадай тізбек шығады екен. 60 қосу 40, азайту 10. 60 қосу 30, азайту 20. 60 қосу 20 азайту 30, 60 қосу 10 азайту 40.
8-ші тапсырма теңдеулерді шеш. Х қосу 27 тең 100. Мұндағы х белгісіз сан. Ал енді оны анықтау үшін 100-ден 27-ні азайтамыз. Х тең 73-ке. Ал енді х-ді орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 73 қосу 27 тең 100, 100 тең 100. Келесі 72 азайту y тең 46. Y мұнда белгісіз сан, оны анықтау үшін 72-ден 46-ны азайтамыз. Y тең 26-ға. Ал енді y-ді орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 72 азайту 26 тең 46. 46 тең 46. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.